Жәннаттың кіретін жолдары көп. Соның ең үлкен бірінші жолы ол иман және таухид жолы. Имансыз бірде бір адам жәннатқа кіре алмайды. Жәннаттың төбесінде ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулалла деп жазылған дейді. Осы калима адам өмірінің мәні. Пайғамбарымыз осы калиманы халыққа жеткізу үшін келдім дейді. Бір сөзінде кім осы калиманы айтса, осы кісі жәннатқа кіреді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір хадистер келеді. Бір адам Аллахтың құзырына барып сауал жауапқа тартылыпты дейді.